Жаратылыстың басталуы 23 тарау. Сара 127 жыл өмір сүрді. Ақырында ол Қанахан елінде, қазір Хеброн деп аталатын Қирият Арба қаласының маңында дүниеден өтті. Ыбырайым Сараны жоқтап қайғырып, оның шатырына кірді. Кейін ол мәйіттің қасынан шығып, сол жерде тұрған хеттік ақсақалдарға барып, олардан: "Мен араларыңызда жүрген жат жұрттық кірмемін. Үйде жатқан марқұм әйелімді жерлеуге ешқандай меншікті жерім жоқ. Маған зират үшін бір жер танабын сатсаңыздар екен", деп өтінді. Хеттік ақсақалдардың жауабы мынау болды: "Қымбатты мырза, бізге құлақ асыңыз. Сіз арамызда Құдайдың батасы қонған көсем болып тұрып жатырсыз. Марқұмды біздегі ең жақсы қабірге апарып қойыңыз. Ешқайсымызда зиратқа арналған жерлерімізді сізге беруден бас тартпаймыз." Сонда Ыбырайым орнынан тұрып, хеттіктерге басын иіп былай деді: "Егер марқұм әйелімді осы маңайда жересін десеңіздер, мынау өтінішімді Сохар ұлы Ефронға жеткізсеңіздер екен. Ол маған өзіне тиісті егістіктің шетіндегі Махпела үңгірін меншікті зират ретінде сатсын. Оған сіздердің көз алдарыңызда толық бағасын беремін." Хеттік Ефронда қала қақпасындағы алаңда жиналған жерлестерінің арасында отырған еді. Ол бәрінің алдында Ыбырайымға жауап беріп: "Жоқ, мырзам, менің ұсынысымды тыңдаңыз. Мен сізге егістікті беремін. Мұндағы ұлттастарымның көзінше сізге егістікте орналасқан үңгірді де қоса беремін. Сонда марқұм әйеліңізді қоярсыз", деді. Ыбырайым елдің адамдарына тағы да басын иіп, барлығының алдында Ефронға былай деді: "Тыңдаңыз, мен сізге егістік үшін тиісті құнын төлеймін. Оны қолымнан қабыл алыңыз. Сонда бұл жер марқұм әйелімнің зираты болмақ." Ефрон оған ойын білдіріп: "Мырзам, жарайды. Танаптың құны 400 мысқал күміс. Бұл мен үшін де, сіз үшін де түк емес. Марқұмды сонда жерлей беріңіз", деді. Ыбырайым келісіп, хеттіктердің көзінше Ефрон атаған құнды 400 мысқал күмісті оған саудада қолданылатын өлшем бойынша таразыға салып өлшеп берді. Осылай Мамренің шығысындағы Махпелада орналасқан Ефронның егістік жері, ондағы үңгір және сонда өсіп тұрған барлық ағаштар Ыбырайымның меншігіне айналды. Қала қақпасындағы алаңда жиналған хеттік ақсақалдардың барлығы бұған куә болды. Ыбырайым мұнан кейін Сараның мәйітін Махпела даласындағы сол үңгірге апарып қойды. Бұл жерді Хеброн деп те атайды. Сонымен хеттіктерден алынған Қанахан еліндегі егістік жер мен ондағы үңгір зират ретінде Ыбырайымның тұрақты меншігіне айналды.